Құрметті халайық, Зеленскийдің не айтқанын тыңдап қорқып қалдыңыздар ма? Зеленский Путиннің Б жоспары туралы айтты. Яғни бұл кезге дейін Украинаны оңай қалпақпен қағып алып, Киевке басып кірмекші болған Кремльдің жоспарының неше жыл бойы тасталғаны, шығып жатқаны, 2022-де басталған соғыстың қазір 2026 жылға дейін жалғасып жатқаны, әлі нәтижесі анық емес екені, бұның өзі Кремль тығырыққа тірегені және Путинге наразы топтар ғана емес, Путиннің айналасында бүлік басталып кетуі мүмкін екендігі, сонымен қатар жаппай мобилизация, яғни әскер қатарына адамдарды көбейтіп шақыру, Мәскеу, Санкт-Петербург сияқты ірі қалаларды қамтитын мобилизация, сонымен қатар Б жоспары туралы мәлімдеме жасады. Зеленскийдің жасаған бұл мәлімдемесі расында да қаншама елді ойландырып тастады. Алдымен Зеленскийдің не айтқанын оқып берейін сіздерге, содан кейін тақырып тарқатып айтатын боламыз. Солтүстіктегі көршімізде неге бүлік шығуы мүмкін? Менің ойымша бірнеше себеп бар. Ең алдымен жалпы мобилизация. Ресейде жаппай мобилизация жүргізілуі мүмкін. Бұл тек өңірлер емес, Мәскеу мен Санкт-Петербург сияқты ірі қалаларды да қамтуы ықтимал. Неге мұндай үлкен мобилизация керек? Біріншісі, Украинаға қарсы жаңа, кең ауқымды шабуыл жасау үшін. Екінші, Б жоспары. Басқа бағытта шағын көлемдегі параллель шабуыл жүргізу болуы мүмкін деген болатын. Көріп отырсыздар ма? Зеленскийдің айтып отырғаны, яғни Украинаға қарсы мына жақта әлемдік геосаясаттың қалай өзгеріп жатқанын. Иранмен басы қатып отырған Америка енді бұрынғыдай Ресейге тырнағын батыра алмайды. Бұл Путин үшін Украинаға кезекті шабуыл жасау және кең ауқымды шабуыл жасауға мүмкіндік береді. Бұны бірдеңіз. Батыс мемлекеттері Американың тікелей көмегінсіз Украинаны қорғап қалуға дәрменсіздік танытып отыр. Бұны екідеңіз. Үшіншіден, Путин А жоспарының жүзеге аспай жатқанын жақсы біліп отыр. Сондықтан А жоспары, яғни бұны кең ауқымда мобилизация деп отыр бұл жерде Зеленский. Яғни бұл бір бағыттары тек өңірлерді ғана қамтитын болса, енді Санкт-Петербург, Москва сияқты ірі қалаларды қамтитын мобилизация, әскер қатарын алу Ресейде. Бұны үштеңіз. Сонымен қатар, егер Ресейдің Украинаға жасап отырған осындай шабуылы нәтижесі аяқталатын болса, түптің-түбінде бұл Путиннен және оның айналасынан сұралады. Ал қазіргі кезде Ресейдің өз ішінде де наразы топтар, соғысқа қарсы топтардың бар екенін білесіздер. Бұның өзі соларды тыныштандыруға бағытталуы мүмкін. Және бесіншіден, бұл жерде Б жоспары туралы айтылып отыр. Яғни келесі шабуыл жасайтын мемлекет қай мемлекет болуы мүмкін туралы. Зеленскийдің болжамына қарағанда, мына Балтық бойындағы мемлекеттер, Эстония, Латвия, Литва сияқты шағын мемлекеттер Ресейдің шабуылына Украина сияқты төтеп бере алмайды. Сондықтан бұл фронттар өте қысқа шағын шабуылдардың бағыты ретінде таңдалып алуы әбден мүмкін. Өйткені Балтық бойындағы елдердің Ресейге қарсы қалай саясат ұстанып отырғанын жақсы білесіздер. Ал егерде Зеленскийдің айтып отырғанын шындыққа айналатын болса, онда Ресейде ауқымды мобилизация басталады және Б жоспары іске қосылады. Бұл әлем назарын Украина, Ираннан алып кетіп, Балтық бойына назарды қадауы мүмкін. Бұл дегенің енді қалай айтуға болады, тағы бір ауқымды соғыстың басталуына алып келуі мүмкін.